Ош күнделігі 146. Жарғы талаптарын жинақталған тәжірибе принциптеріне негізделген атыс құралдарын ұйымдасқан түрде қолдану атыс жүйесі деп аталады. Әскердің жауынгерлік тәртібі осы атыс жүйесіне сүйенеді, өйткені қазіргі заманғы ұрыс, қорғаныс пен шабуыл жасауда әскерлердің маневрімен үйлестіріледі. Жүзғыр жеті. Дұшпанның адам күші мен техникасына кім көбірек атыспен әсер етсе, атыс бастамасын кім қолына ала білсе, атыс екенді басқара білуде кім басымдылық көрсетсе, траекторияны қажетті бағытқа қажетті сәтте кім шоғырландыра алса, сол жеңеді. 148. Ұрысты басқара білу, атысты басқару, траекториялар мен ептілікпен маневр жасау, дұшпанды төбесінен басып көтеріп оқ жаудыру, оны жерде окоптары мен орларын түбіне тығып жіберу, бетіне қаратпау және атыс ұялары, амбразураларын қирату, сөйтіп жаудың күшін аяусыз жою арқасында өз күшіңді сақтап қалу деген сөз. 149. Жаяу әскердің жолын атыс және атыспен ғана аша аласың. Тек атыс, тағы да атыс, үстіне әскери форма киген аңқау надан дарақы адам ғана жаяу әскердің күшімен әскер тілде атыс қалқаны деп аталатын дұшпан қорғанысының алдыңғы жағындағы өлім алаңын жарып өтуге ұмтылады. Өкінішке орай мұндай дарақылар ұраншыл нақұрыстар аз емес. 150. Тек ұрыста ғана адамның барлық қасиеті сынға түседі. Егер де бейбіт уақытта адамның кейбір ерекшеліктері байқалмаса, онда олар ұрыс үстінде ашыла түседі. Ұрыс психологиясы сан қырлы. Адамның жеке және қоғам өміріне, оның қасиеттеріне соғыс